Саламатсыздармы? Менің туған атым Ержан Ильясұлы, руханиятым Марат Хешиямадаса. Бүгін сіздерге Шри Шримад Ачи Бхактивиданта Свами Прабхупаданың жан-тану ғылымын меңгеру деген бірінші тарауының жан сырын ашу деген бірінші бөлімін сіздер үшін ағылшын тілінен қазақшалап оқып талқыламақшымын. Siz denesiz be, akılsız be, ya bulardan da жоғары бірдеңесіз be, kimsiz? Kim ekenimizni bilemiz be, elde tek bilemiz деп ойлаймыз be. Бұл шынымен маңызды ма? Білімсіз басшылар билейтін дүнияви қоғамымыз шын ішкі жан дүниемізді, жоғарғы менімізді тануға жол бермейтіндіктен, денемізді әшекейлеп, бағып күтумен бағалы уақытымызды текке кетіреміз. Осылай алжасыдан айығу жолы бар ма? Адамзат қоғамын рухани өлімнен құтқару үшін арналған Кришна тану қозғалысы өте маңызды. Адам өмірінің мақсаты ішкі жан дүниемізді тану және Құдайдың түп тұлғасымен жоғалтқан қарым-қатынасымызды қалпына келтіру екенін білмейтін соқыр басшылар бүгінгі адамзат қоғамын адастыруда. Жетіспей тұрған осы. Кришнатану қозғалысы адамзат қоғамына осы маңызды білімді беруге ұмтылуда. Өмірдің кемел шыңы дегеніміз Кришнамен, я Құдаймен қарым-қатынасымызды түсіну дейді Веда өркениеті. Бақи ғылымның барлық беделді өкілдері бүкіл Веда білімінің түп негізі деп мойындайтын Бхагавад-гитадан біз тек адамдар ғана емес, барша тірі жандардың Құдайдың бөлінбес бөлшектері екенін үйренеміз. Аяқ, қол, саусақ, құлақтардың бүкіл дүниеге қызмет ететіні тәрізді бөлшектерді бүтінге қызмет етеді. Құдайдың бөлінбес бөлшектері ретінде біздер, тірі жандар Құдайға қызмет етуге міндеттіміз. Шынында біз жанұямызға, елімізге, қоғамымызға, я әйтеуір біреуге үнемі қызмет етеміз. Егер қызмет ететін ешкіміміз болмаса да, кейде мысық, ит сияқтыларды асырап алып қызмет етеміз. Осының бәрі біздің әуелден қызмет ету үшін жаралғанымызды дәлелдесе де, қайсына қызмет етсек те өзімізді қанағат таппаймыз, олар да қанағат таппайды. Фәни деңгейде бәрі түңіледі, себебі қате қызмет етуде. Мысалы, егер ағашқа қызмет еткіміз келсе, тамырын суаруымыз шарт. Егер тек жапырақ, бұтақ, бұтанақ сияқты бөлшектерін ғана суарсақ, игілігі шамалы. Егер Құдайдың түп тұлғасына қызмет етсек, қалған барлық бөлінбес бөлшектері табиғи түрде қанағаттанады. Демек, Құдайдың түп тұлғасына қызмет етіп арқылы біз қоғам, жанұя, ел алдындағы борыштарымызды табиғи түрде өтеп, баршаға барынша мол игілік әкеледі екенбіз. Өзінің Құдаймен бастапқы қатынасын түсініп, сол қатынасына сай қарекет ету әр адамның борышы. Осылай істей алсақ жетістікке жетеміз. Әйткенмен кейде Құдай жоқ, я өзім Құдаймын, я тіпті Құдайда шаруам жоқ деп Құдайға қарсы шығып та жатамыз. Шынында бұлай қарсы шығу рухымыз өзімізді құтқармайды. Тіршілік ететін Құдайдың бар екенін әр сәт сайын көреміз. Егер Құдайды көзіміздің тірісінде көргіміз келмесе, онда Құдай көз алдымызға қатыгез ажал кейпінде келеді. Бір кейпінде көргіміз келмейтін Құдайды басқа бір кейпінде көруге мәжбүр боламыз. Бүкіл ғарыш көрінісінің түп тамыр болғандықтан Құдайдың түп тұлғасының сан алуан бейнелері толып жатыр. Қысқасы, Құдайдан қашып құтыла алмаймыз. Кришнатану қозғалысы әлдебір баққұмарлардың көтерілісінен жаңадан шыққан соқыр діни фанатизм емес, керісінше жоғарғы ләззат алушы Құдайдың хақ тұлғасымен қатынасымызды ежелден бергі мәңгі бақи қажетімізді қалпына келтіретін беделді ғылым. Кришнатану ілімі тек Құдаймен мәңгі бақи қарым-қатынасымызды жандандыруға және Құдайға қатысты міндеттерімізді атқаруға көмектеседі. Осылай Кришнатану ілімі тек адами тіршілік тәнінде ғана жететін өмірдің ең кемел шыңына көтерілуімізге мүмкіндік береді. Рухани жан миллиондаған жылдар бойы бір денеден екінші денеге ауысу айналымы эволюциялануларынан өткеннен кейін ғана осы ерекше адами өмір тәніне иеленетінін үнемі есімізде сақтауымыз шарт. Жануар сияқты тіршіліктің төменгі түрлеріндегілерге қарағанда, осы ерекше адами өмір тәнінде экономика мәселелері анағұрлым оңай шешіледі.
Şoşqa, it, tüye, esek сияқты жануарлардың экономикалары біздікіндей маңызды болғанымен, жабайы жағдайларда шешіледі. Керісінше, табиғат заңы адамға жаны тыныш жайлы күн кешу үшін күллі мүмкіншіліктердің бәрін берген. Шошқа сияқты төменгі түрдегілерге қарағанда адамға тәуірлеу мүмкіншіліктер неге беріледі? Қара жұмысшыға қарағанда жоғары лауазымды үкімет басшысына жаны тыныш жайлы күн кешу үшін мүмкіншіліктер неге беріледі? Жауап өте қарапайым. Қара жұмысшыға қарағанда маңызды үкімет басшысына жауапкершілігі мол міндеттер жүктеледі. Сол секілді аш қарындарын тойдырумен болатын жануарларға қарағанда адамға маңызды жауапкершіліктер жүктеледі. Керісінше, табиғат заңы бойынша бүгінгі хайуани өркениет тек қарындарын тойдыру проблемаларын үсті-үстіне үдете түсуде. Осындай сырты жылтыр жануарларды рухани өмірге шақырсақ, тек қарындарын тойдыру үшін еңбектенгілері келетін және Құдай жайында сұрастыру қажет емес екенін айтып қарсы шығады. Қанша қинала еңбексінсе де, жұмыссыздық пен табиғат заңынан туатын кедергілер көз аштырмайды. Осыған қарамастан Құдайды жоққа шығаруларын қояр емес. Бізге адам өмірі шошқаша я итше қинала еңбектену үшін емес, керісінше өмірдің кемел шыңына көтерілу үшін берілген. Егер осы кемел шыңына көтерілгіміз келмесе, онда табиғат заңдары қинала еңбектенуге мәжбүр етеді. Қазіргі Кали-юга заманының соңында адамдар бір тілім нан үшін есекше қинала еңбектенетін болады. Жыл сайын азайып келе жатқан жалақының салдарынан жұмыста үстісіне ауырлай түсуде. Жануарша қинала еңбектену үшін жаралмаған адамдар адами парыздарын өтей алмаса, табиғат заңы өмірдің төменгі түрлеріне көшіреді. Табиғат заңы бойынша фәнидің қызығын көру үшін тірі жанның фәни әлемде қалай туып, лайықты дене мен сезім мүшелеріне иеленетін Бхагавад-гита айдан анық суреттейді. Құдайды тануға талпыныс қылғанымен, бірақ аяқтай алмай қалғандарға, басқаша айтқанда, Кришнаны толық тани алмағандарға, рухани биік деңгейдегі құдайшыл бакталардың я бай саудагерлердің жанұясында туу мүмкіншілігі беріледі дейді Бхагавад-гитада. Егер кемел шыңына шыға алмаған сәпсіз рухани талапкерлер де асыл ақсүйек жанұяда туу мүмкіншіліктеріне иеленсе, онда кемел шыңына шынымен шыққандар қанша мүмкіншіліктерге иеленеді десеңізші. Егер Құдайға қайтуға деген талпынысын тіпті жартылай аяқтаса да, келесі өмірінде абзал жанұяда туу кепіл. Рухани өсу үшін рухани әрі бай жанұяда туу игі әсер етеді. Себебі мұндай жанұяларда тусақ, өткен өмірімізде үзілген деңгейімізден әрі қарай қайта жалғастыру мүмкіншілігіне иеленеміз. Жақсы жанұядағы рухани ішкі жан дүниемізді тану атмосферасы рухани білімді жетілдіруге көмектеседі. Мұндай сәтті жандар өткен өмірлерінде берілі қызметулерінің нәтижесінде жақсы жанұяда туу бағына иеленеді дейді Бхагавад-гита. Өкінішке орай мая мен алдам шелеспен адасқан мұндай жанұя балалары Бхагавад-гитамен кеңеспейді. Жақсы жанұяда туу жастайынан тамақ тауып жеу проблемасын шешеді. Өсе келе жеңілде жаны тыныш жайлы күн кешуіне көбірек мүмкіншіліктер беріледі. Осындай жайлы жағдайда ішкі жан дүниесін тану үшін тамаша мүмкіншілікке иеленген байлардың балалары өкінішке орай механизмдер мен механикалық адамдарға толы қазіргі темір заманның ықпалымен сезім ләззатының соңына түсіп, рухани нұрлану үшін иеленген тамаша мүмкіншілікті ұмытып адасуда. Сондықтан табиғат заңы олардың алтын сарайларына өрт қояды. Әзәзіл демон Равана билеген алтын Ланка шаһарының күллі көкке ұшқан. Шри-Ланка. Табиғат заңы осындай. Жауапкершілік жүктелген үкімет басшылары экономика мен басқа да бағдарламаларын Кришна тану бақи ғылымы болып саналатын Бхагавад-гитаға сәйкес құруға міндетті. Өміріміз экономикалық проблемаларымызды орнықсыз платформада теңгеру арқылы шешу үшін емес, керісінше табиғат заңдарынан туатын түпкі проблемаларымызды біржола шешу үшін арналған. Рухани қозғалыссыз өркениет өспейді. Жан денені қозғалысқа келтірсе, тірі дене әлемді қозғалысқа келтіреді. Денеміздің қамын жейтін біздер денені қозғалысқа келтіретін рухты білмейміз. Рухсыз дене қозғалыссыз, яғни өлі.
Adami deni мәңгі өмірге жеткізетін үздік көлік құралы. Фәни тіршіліктің надан мұхитын жүзіп өтуге көмектесетін өте сирек маңызды қайық. Осы қайықта шебер қайықшы рухани ұстаз қолын созады. Құдайдың мейірімен соғатын сәтті жел қайықты су айдынында жүздіреді. Осындай барлық жағынан сәтті жағдайлар туып тұрғанда, надан мұхитын жүзіп өту мүмкіншілігін пайдаланып келмейтін жан бар ма? Егер осы сәтті мүмкіншілік телемесек, өзіміз өлтіреміз. Бірінші класста вагон өте жайлы жабдықталғанымен, егер пойыз межелі жеріне қарай жылжымаса, оның желдеткімен салқындату кондиционері бар купесінен не пайда? Бүгінгі өркениет фәни денеге жайлы жағдай жасаудың қамымен шектен тыс әуреленуде. Өмірдің шын мақсаты Құдайға қайту екенін ешкім білмейді. Жайлы купеде жай отыра бермей, пойызымыздың межелі жаққа ма, жоғалды басқа жаққа бара ма, қай жаққа қарай жылжып бара жатқанын сұрап білуге тиіспіз. Жоғалтқан ішкі жан дүниемізді қайта жандандыру болып табылатын, өмірдің ең басты қажетін ұмытуымыздың құнымен, фәни денеміздің қамын күйттеумен болсақ, ең жоғарғы игіліктен құр қаламыз. Адами өмір тәні қайғы рухани мекенге қарай жылжу мақсатында құрылған. Өкінішке орай осы фәни денеміз 5 мықты зәкір шынжырмен дүнияви санаға байланған. Бірінші, рухани хақиқаттарды білместен фәни денеге байлану. Екінші, тәни қатынастардан туатын туыстарға байлану. Үшінші, туған жермен үй, жиһаз, жылжымалы және жылжымайтын дүние-мүлік, іс-қағаз, тағы сол сияқты фәни меншіктерге байлану. Төртінші, рухани нұрсыздығынан ешқашан ашылмайтын фәни ғылымға байлану. Бәрін киелендіретін Құдай мен Құдайдың бақталарын білместен құр діни рәсімдер мен киелі салт жораларға байлану. Адами дене қайығын зәкір шынжырмен тежейтін осы 5 түрлі байланулар Бхагавад-гитаның 15-ші тарауында егжей-тегжей түсіндірілген. Осы 5 түрлі байлануларды банян ағашының жерге тереңдей жайыла түсетін түп тамырына теңейді. Құдіретті банян ағашын түп тамырымен жұлып алу өте қиын болғанымен, Тәңір банян ағашының шынайы кейпін фәни әлемде көру мүмкін емес. Оның соңы, басы және негізі қайда екенін ешкім де білмейді. Бірақ бұл ағаштың тереңге жайылған түп тамырын тәрк ету қаруымен шешімділікпен шауып тастап, фәни әлемге ешқашан қайта оралмайтын мекенді іздеп тауып, есті жоқ ескі заманнан бері барша тіршіліктің бастауы болып келе жатқан Құдайдың түп тұлғасына берілу шарт деген әдісті ұсынады. Бхагавад-гита 15-ші тарау 3-4 өлеңдер. Ғарыш құрылымы жайындағы еш қорытындыға күні бүгінге дейін келе алмаған ғалымдар мен ойшы жорушы эмпирик философтар тек әр түрлі теорияларын болжаумен ғана шектелуде. Біреулері фәни әлем шын десе, екіншілері ұйқыдағы түске балайды, үшіншілері мәңгі тіршілік етеді дейді. Осылай дүнияви ғалымдар әртүрлі көзқарастарды ұстанғанымен, іс жүзінде ешбір дүнияви ғалым ойшы жорушы эмпирик философ ғарыштың басталуын шегін ешқашан ашқан емес. Ғарыштың қашан басталғанын кеңістікке қалай қалқып ұшып жүретінін ешкім айта алмайды. Гравитация сияқты кейбір табиғи тартылыс заңдарын ауызша ұсынғандармен сол теорияларын іс жүзінде қолдана алмайды. Шынайы білім болмаса да, атағын шығару үшін әркім өз теориясын ұсынуға ұмтылғанымен, бұл фәни әлем іс жүзінде азапқа толы және құр теорияларды ұсынып қана ол азаптардан ешкімде құтыла алмайды. Өзі жаратылысын түгел білетін Құдайдың тұлғасы осы қайғы-қасірет тірлігінен сытылып шығыңдар деп өз мүддемізге күзетуге шақырады. Фәни нәрсенің бәрін тәрк етуіміз шарт. Пайдасызды барынша пайдалана білу үшін фәни тірлігімізді 100% рухтандыруымыз шарт. От емес темірді отқа үзбей қыздырса, темір от шағызады. Осыған ұқсас, егер тек фәни харекеттерді тәрк етіп қана фәни харекетсіз қол қусырып отыра берсек, фәниге байлануымыздан айырылмаймыз. Арылу үшін рухани харекеттермен айналысуымыз шарт. Фәни харекетсіздік дегеніміз
Däl sol bir fani harekettin ikinci jağı. Kersinçe ruhani hareket degenimiz däl sol bir fani harekettin ikinci jağı. Yıkanemiz sonымен қатар шынайы ömrümüzde qayta жандандыру, hareketlendiriu bolup табылады. Brahmanның haqtың boyunдағы мәңгі ömrümüzde, ruhani tirligimizde izlestirilmişler. Brahmanның мәңгі patşalığına, мәңгі eline жеткен жан qaytar olmaydı deydi Bhagavad Gita. Xuday patşalığı degen olsa. Қазіргі fani ömrümüzдің бастауын бақылай алмаймыз. Сондай-ақ fani tirşilikке қалай шырмалғанымызды білуде қажет емес. Әйтеуір бір себептермен ерте жоқ ескі заманнан бері fani ömür sürüp келе жатқанымызды және ендігі міндетіміз бүкіл себептің түпкі себепкері жоғарғы тәңірге берілу екенін түсінуден қанағат алуға тиіспіз. Құдайға қайтару алу үшін қажет басты қасиеттер Бхагavad Гитада келтірілген. Жалған менмендіктен, алдамшы елестен, жалған қатынастан арылған, мәңгіні түсінетін, fani нәпсісін тыйған, бақыт пен қайғыда екішті болмайтын, адаспаған, Құдайдың түп тұлғасына берілу жолын білетін жан сол мәңгі мекенге жетеді. Ruhani ішкі жан дүниесіне көзі жеткен, өмірге fani тұрғыдан қарамайтын, алдамшы елестен азат, fani табиғат гуналарынан тыс, ruhani білімді үнемі зерттейтін және сезім ләззатынан толық тыйылған жан Құдайға қайтар олады. Ақылсыз надан мудхадан ерекше, мұндай ақылды амудха бақыт пен қайғы екіштілігінен азат. Құдай патшалығының табиғаты қандай екенін Bhagavad Gita 15-ші тараудың 16-ші өлеңі. Менің бұл жоғарғы мекеніме күннің де, айдың да, оттың да, электрдің де жарығы түспейді. Оған бір жеткен жаны fani әлемге ешқашан қайтар оралмайды деп суреттейді. Бүкіл жаратылыс Құдайдың патшалығында болса да, бүкіл планеталардың жоғарғы меншік иесі болғандықтан Құдайдың жеке мекенінде бар. Парамам немесе жоғарғы мекен деп аталатын Құдайдың мекені біз тұрып жатқан жаһаннан мүлдем өзгеше. Тіпті осы жер шарында да жоғары яки төменгі деңгейде өмір сүретін елдер бар. Бүкіл жаһанда жер шарынан басқа да сансыз планеталар жайылып жатыр. Кейбірі жоғары, кейбірі төменгі болып саналады. Қайткенде де сыртқы энергияның, fani табиғаттың арқандағы бүкіл планеталар тіршілік ету үшін күн нұрына немесе от жарығына мұқтаж. Себебі fani жаһан қараңғы қапас түнек. Алайда осы қараңғы қапас түнектен тысқары Құдайдың жоғарғы табиғатының ырқымен харекет ететін ruhani мекен жайылып жатыр. Ол мекенді Upanishadтар Құдайдың мекені күн, ай, жұлдыздар, электр, тағы сол сияқты от түрлерінің ешқайсының да жарықтарын мұқтаж емес. Барлық fani жаһандар осы ruhani нұрға айнадай шағылсып жарқырайды және осы жоғарғы табиғат үнемі жарқырап тұратындықтан оның нұрын тіпті қараңғы қапас түнекте де көреміз деп суреттейді. Хари Вамшада Тәңір ruhani табиғат туралы тұлғасыз Брахманның, тұлғасыз хақтың көр шағылыстыратын жарық нұры fani және ruhani тіршіліктерді түгел жарқыратып тұрады. О Бхарата, сол Брахман жарығы менің денемнің нұры екенін түсіндіреді. Бұл тұжырымды Брахма Самхитада растайды. Ол мекенге ғарыш кемесі секілді fani құралдардың көмегімен жете алмаймыз. Керісінше, Кришнаның сол ruhani мекеніне жеткен жан ruhani қуаныш шаттыққа мәңгі бақи үзілсіз кенеледі. Құлдырауға бейім тірі жандар ретінде біз екі тіршілік кезеңінен өтеміз. Біріншісі, туу, өлу, қартаю және ауру сырқаудан тұратын азаптан көз аштырмайтын fani тіршілікте, екіншісі, мәңгілік пен білімге және шаттыққа толы ruhani өмір. Fani өмірде дене мен ақылдың fani түсінігінің билігінде болсақ, керісінше ruhani өмірде Құдайдың тұлғасымен қатынасуымыздың арқасында мәңгі бақи шаттыққа кенелеміз. Ruhani өмірде Тәңірден ешқашан көз жазбаймыз. Кришнатану қозғалысы осы ruhani өмірді бүкіл адамзатқа жеткізуге тырысуда. Егер Кришнаға берілі қызмет етсек, я Кришнаны танысақ, біз fani сезімдерімізді қанағаттандыру түсінігіне байланған кәдіргі fani санамыздан әп-сәтте тазарамыз. Тіпті саналуан fani іс-қарекеттердің ортасында жүрсек те, егер берілі қызмет ету ұстанымдарын ұстансақ, біз өмірге fani түсінікпен қараудан көтеріліп, ізгілік, құмарлық, надандық гуналарынан босаймыз. Бектуват журналымен осы Кришнатану қозғалысының кітаптары fani жұмыстармен айналысушыларды да зор игілікке бөлейді. Fani игіліктің ұзақ өмір сүретін банян ағашының тамырларын
Шауып тастауға көмектесетін бұл кітаптар өмірге фәни түсінікпен қарауға қатыстының бәрінен бас тартуға және рухани балшырын дәмін бәрінен сезінуге үйретеді. Бұл сатуға басқа еш жолмен емес, тек берілі қызмет ету жолымен ғана жете аламыз. Осылай қызмет етсек, тіпті осы өмірімізде де азат мукти етілеміз. Рухани талпыныстар көбіне фәни реңдермен боямаланып келеді. Керісінше, шын берілі қызмет ету, фәни былғанышпен ластанудың бәрінен тыс, пәк таза болып келеді. Егер Құдайға қайтара алғымыз келсе, онда тек осы Кришнатану қозғалысының ұстанымдарын ұстануымыз және санамызды Құдайдың түп тұлғасы Кришнаның лотос сынды табанына аударуымыз жеткілікті.